Көктем биыл ауылға ерте келді. Жердің иісі дымқыл, ауыр. Қара топырақ күнге қыза бастағанда ауылдың іші біртүрлі тынышсыз болатын. Жамал осы тынышсыздықты ішінен сезіп жүрген. Жас келін. 4 жыл болды бір шаңырақта. Күйеуі мал соңында күнде түзде. Үйде енесі, 2 қайын әпкесі, тірлік, қазан, үнсіздік. Жамалдың жасы 23-те ғана еді. Бірақ жүзінде жастықтың емес, басылып қалған әйелдің ізі бар болатын. Көзі көп жағдайда төмен қарап тұратын. Ал жүрегінде біреуге айтылмаған, ешкім сезбеген, тынышсыз, бос кеңістік бар еді. Сол күні ауылға бейтаныс жігіт келді. Аты Ернар. Жас, қара-тұра, қала көрген. Ауылға егін суаратын канал жөндеуге келген жұмысшы. Ер адамдар оны сырттай бағалады. Әйелдер үнсіз ғана сығалады. Ал Жамал оны бір көргенде ақ көзін тайдыра алмады. Бұл махаббат емес еді. Бұл беймәлім бір тартылыс. Ернар қақпа алдында тұрған кезде Жамал су алып келе жатқан. Екеуінің көздері түйісті. Сол бір секунд ұзаққа созылғандай болды. Ернар оның бетіндегі үнсіздікті көрді. Жамал оның көзіндегі еркіндікті. Бұл үйге кім кіріп жүр? Деді енесі артынан. Жамал селк етіп көзін төмен түсірді. Жұмысшы екен деді бір қайын әпкесі. Ал Жамал ішінен. Жұмысшы емес. Ол менің тыныш ұйқымды бұзатын адам. Деп ойлады. Сол күннен бастап ауылдағы әрбір дыбыс, әрбір қадам оған Ернарды еске салатын болды. Ол білмеді. Бұл көзқарас тағдырдың алғашқы сызығы екенін, қақпаның ар жағындағы үнсіздік күннен киіп бара жатқан. Ауылдың үстіне сары жарық жайылып, үйлердің көлеңкесі ұзарып кеткен кез. Жамал аулада жалғыз еді. Қазанға су құйып от жағып жатқан. Үйдегілер малға, көршіге, тірлікке тарап кеткен. Сол сәтте қақпаның ар жағынан біреу баяу жөтелді. Жамал селк ете қалды. Жүрегі біртүрлі соға бастады. Сәлеметсіз бе, деді баяу дауыс. Бұл Ернар еді. Ол қақпаның сыртында тұр. Киімі шаң. Қолында құрал сайманы. Су сұрайын деп едім, деді ол көзін көтермей. Жамал үнсіз ғана шелекке су құйды да қақпаға қарай жүрді. Қолдары дірілдеп тұр. Олар бір-біріне тым жақын келді. Араларында қақпаның ескі тақтайы ғана. Сол бір тақтай оларды ажырататын соңғы шекара секілді еді. Ернар оның бетіне тіке қарады. Жамал алғаш рет бір еркектің көзінен өзін көрді. Сіз, деді ол күмілжіп. Көзіңіз мұңды. Жамал шошып кетті. Жоқ, жай шаршадым, деді ол. Бірақ даусы сатқын еді. Жүрегіндегі барын айтып қойғандай. Ернар үндемей тұрып қалды. Кейде адам шаршағаннан емес, деді ол жай ғана. Айтылмаған өмірден шаршайды. Бұл сөз Жамалдың ішіне кіріп, жара сияқты ашылды. Ол бірінші рет біреудің оның шын көргенін сезді. Сол күннен бастап Ернар су сұрап жиі келетін болды. Ал Жамал қақпаға сол суды алып шығуға асығатын. Бір ауыз сөз, бір көзқарас, бір тыныс. Олардың арасындағы нәрсе күн сайын күшейіп бара жатты. Ал ауыл ештеңе сезбей өз тірлігімен жүріп жатты. Жамал түнде ұйықтай алмады. Төбеге телміріп жатып күндізгі сөздерді қайта-қайта есіне алды. Ернардың дауысы. Қарапайым, бірақ терең. Айтылмаған өмір. Осы сөз оның ішіндегі жабық бөлмені ашып жібергендей болды. Ол өзі де мойындамай жүрген шындық бар еді. Жамал бұл үйде әйел емес. Тек тірлік атқаратын жан болып қалған. Күйеуі бар. Бірақ ол алыс. Кейде апта бойы сөйлеспейді. Кейде тіпті үйге келгенде де. Оның көзінде Жамалды емес, шаршауды ғана көреді. Ал Ернар. Ол бірақ рет қарады да, оның бар екенін сездірді. Бұл күнә еді. Жамал оны түсінді. Бірақ ойды тоқтату мүмкін емес. Ертеңіне ол аула сыпырып жүргенде Ернар тағы келді. Сіз, деді ол баяу. Кеше ұйықтадыңыз ба? Жамал аң-таң болды.
Неге? Деді ол. Көзіңіз кеше ауыр еді. Жамал басын төмен салды. Мен сізге, деді Ернар бір сәт кідіріп. Артық сөз айтып қойған жоқпын ба? Жоқ, деді Жамал сыбырлап. Тек мен ондай сөз естімегенмін. Екеуінің арасында үнсіздік тұрды. Бұл үнсіздік қауіпті еді. Жамал кенет түсінді. Ол осы үнсіздікті аңсап жүр. Ауылдың ережелері бар. Келін үнсіз болуы керек. Төзімді болу керек. Бірақ оның жүрегі тірі. Ал тірі жүрек кейде тыйымды тыңдамайды. Сол күні кешке Жамал өзінен қорқып кетті. Күн бұлтты еді. Аспанда бір нәрсені күткендей ауыр тартқан. Жамал ауладағы кірді жинап жүрді. Енесі көрші ауылға кеткен. Үй бос. Сол сәтте қақпа сықырлап ашылды. Бұл жолы Ернар сыртта қалмады. Аттап кірді. Кешіріңіз, деді ол. Мен құралымды ұмытып кетіппін. Жамал үнсіз тұрды. Ол бұл сәтті жүрегімен сезіп тұр еді. Бұл жай ғана құрал емес екенін. Екеуінің арасындағы ауа қалыңдап кеткендей болды. Сіз қорқып тұрсыз, деді Ернар жай ғана. Иә, деді Жамал өзімнен. Ол терең дем алды. Мен сізді ойламасам, деді ол. Бәлкім бәрі оңай болар еді. Бұл сөз Ернарды тоқтатпады. Керісінше оған да өз жүрегін аштырды. Мен де, деді ол. Сізді ұмыта алмаймын. Сол сәтте екеуі де бір шындықты түсінді. Бұл сезім емес. Бұл тыйым салынған тартылыс. Жамал бір қадам артқа шегінді. Бірақ Ернар да бір қадам алға басты. Араларында енді ештеңе қалмады. Ол қолын созды. Жамалдың қолына тигенде екеуінің де жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл опасыздық еді. Сол сәтте әлем тоқтап қалғандай болды. Жамалдың қолы Ернардың саусақтарының астында дірілдеп тұрды. Оның терісі ыстық, жүрегінің соғуы қолында сезіліп тұрғандай. Ернардың көздері қараңғы құдық сияқты, ішіндегі құмарлық жалын болып жанып тұрды. Жамалдың ішіндегі қорқыныш пен аңсар араласып бір түрлі масаңдыққа айналды. Ол қолын тартып алғысы келді, бірақ денесі тыңдамады. Бұл дұрыс емес, деді Жамал сыбырлап, даусы дірілдеп. Көздері Ернардың еріне түсіп, одан көз алмады. Ернар жауап бермеді. Орнында қолын баяу көтеріп, Жамалдың бетіне тигізді. Саусақтары оның шекесінен сырғып, мойнына түсті. Жамалдың денесі электр тоғы өткендей шымырлады. Ол көзін жұмды, бірақ ішіндегі жалын өршіп бара жатты. Ауылдың үнсіздігі, енесінің қатты көзі, күйеуінің алыс қолы, бәрі ұмытылды. Тек осы сәт, осы тию ғана қалды. Ернар оны өзіне тартып, ернін Жамалдың ерніне тигізді. Бұл жұмсақ, бірақ қатты сүю еді. Жамалдың ерні ашылып, оның тілі Ернардың тіліне тигенде, ішіндегі құлпы ашылып кеткендей болды. Олардың денелері бір-біріне жабысып, ауадағы ауырлық ауысып кетті. Ернар Жамалды ауладағы қабырғаға сүйіп, қолын оның көйлегінің астындағы ғажайып томпақ жерлерін ұстай бастады. Ернар, деді ол ыстық деммен, бірақ сөзін жалғай алмады. Оның жаны кіріп, көптен бері шөлдеп жүрген шөлі қанды. Олар жерге құлап түсті. Шөптердің арасында ауладағы мұндай сезімді басынан соңғы кездері өткізбеген. Ол әбден сағынып қалыпты. Ернар да ыңылдап, оның ішінде аяқтады. Олар сол жатқан қалпында жатты, демдері ауыр. Бірақ сол сәтте қорқыныш қайта оралды. Жамалдың көзінен жас ақты. Ернар оны құшақтап үндемеді. Бірақ оның көзінде де қорқыныш бар еді. Келесі күндері ауылдағы ауа ауырланып кеткендей болды. Жамал өзінен қашып жүргендей сезінді. Ернарға қарамауға тырысты, бірақ әрбір көзқарас, әрбір дыбыс оны еске салды. Оның денесі сол күннің ізін сақтап қалған, мойнындағы шағын із, ішіндегі ауыл. Бірақ жүрегінде кінә өсіп бара жатты. Енесі бір күні оған қызық көзқараспен қарады. Не болды саған? Көзің қызыл, деді ол қатты дауыспен. Жамал үндемеді, тек басын төмен салды. Бірақ ішінде дауыл тұрды. Күйеуі келгенде ол оған қарай алмады. Оның қолы тигенде денесі қатып қалды. Опасызбын деген ой оны тұншықтырды. Ернар да өзгерді.
Ол жұмысын жалғастырды, бірақ көздері Жамалдың үйіне жиі түсетін. Бір күні түнде ауыл ұйықтап жатқанда ол қақпаға келді. Жамал шықты, қолдары дірілдеп. Мен кетуім керек деді, Ернар сыбырлап. Бұл ауыл бізді ұстап тұрмайды. Жамалдың жүрегі ауырды. Қайда? Мен кете алмаймын деді ол. Көздері жасқа толды. Бірақ сол түнде олар тағы кездесті, аулада терең сезімге беріліп махаббат майданда керемет сезімді басынан өткізді. Тыйым салынған махаббат сондай тәтті болғанымен арты қалай болар екен? Қайын әпкесі бір нәрсені сезді. Ауылда сөз тарады, жұмысшы келіншекке жақындап жүр деген сыбыр. Енесі Жамалды шақырып қатты сөйледі. Сен не істеп жүрсің? Ауылдың бетін қарайтпа, деді ол ашулы. Жамал жылады, бірақ мойындамады. Бірақ ішінде шешім пісіп тұрды, Ернармен қашу. Бірақ бұл қауіпті ой еді. Олардың әр кездесуі жасырын әрі тәтті болды. Бір күні өзен жағасында, қамыс арасында. Ернар Жамалмен сол күні не қаласа соны жасады. Мұндай сезімді күйеуі ешқашан бермеген еді. Бірақ ауыл ұйықтамайтын. Күйеуі бәрін білген соң одан теріс айналды. Жамал Ернармен бірге болуды таңдады. Олардың махаббаты терең болғанымен отбасы бола алмады. Жамал өмірін өкінішпен өткізді.